Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге тауық еті қосылған өте дәмді, өте әдемі, дастарханның сәнін беретін осындай салаттың жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге осындай тауық еті, төс еті, соломка етіп турап, табаға кішкене май құйып, сковородкаға астын жай басып қойып, осылай әдемілеп қуырамыз, тұз саламыз, жақсылап араластыра отырып қуырамыз. Содан соң 3 тал огурцы қиярымызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Табада қуырылып жатқан тауық етіне 1 қасық соевый соусты құйып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Содан соң 3 тал сәбізімізді осылай майдалап үкіштен өткізіп, оның үстіне 2 тал чеснокты майдалап турап саламыз. Оның үстіне 1 қасық соевый соус құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 1 сары, 1 жасыл, 1 қызыл светофор болгарский перецті соломка етіп турап, ұзынша етіп турап, қияр мен сәбізіміздің үстіне саламыз. Сосын 1 қасық тұз салып, араластырамыз. Содан кейін дайын болған пісіп қалған етімізді осы қоспамыздың үстіне ыстық күйінде сала берсек болады. Осылай салып, жақсылап араластырып, ең соңында көк пиязды алып, кішкене үрлеу етіп турап, салатымызға қосып, осылай араластырамыз. Осындай әдемі, өте дәмді салатымыз дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін беретін өте әдемі, өте дәмді салат. Жасалуы өте оңай. Достар, егер де сіз менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет!